Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін каналымда өте дәмді, әрі өте тойымды болатын ыстық тағамдардың бірі ұн қуырдақ дайындайтын боламын. Алдымен қазанға сұйық майды құйып, қыздырып аламыз. Май қызғаннан кейін бірінші жуаны салып қуырдым. Одан кейін етін салып, араластырып, қазанымыздың қақпағын жауып, бір жарты сағатқа қайнатамыз. Астын баяулатып, ет өзі жарты сағаттай өзінің бабымен қайнайтын болады. Мендегі тұздалған жылқы еті болғандықтан мен тұз салған жоқпын. Жарты сағаттан кейін етімізді араластырып, үстіне бір стакан салқын су құямыз. Салқын суын құйып, тағы да өзінің бабымен қайнатамыз. Оған дейін картоп пен сәбізін турап дайындап аламыз. Тағы да бір жарты сағат өткеннен кейін міне суы сарқылған. Енді картоп пен сәбізін салып, араластырмаймыз. Бетіне бір тегіс қылып салып, тағы да үстіне бір стакан су құямыз. Суын құйып, тағы да өзінің бабында баяу отта қайнатамыз. Тамағымыз қайнап жатқанда еттің қамырын илегенде қылып қамыр илейміз. 2 жұмыртқаға кішкене тұз салып, ұнның басын біріктіріп қамыр иледім. Қамырды 2 бөлікке бөліп, 10-15 минутқа тындырып қойдым. Сіздер де осы рецепт бойынша дайындап көрсеңіздер болады. Өте дәмді ыстық тағам және өте тойымды. Нанымыз дайын болғаннан кейін, кәдімгі еттің нанын жайғандай қылып 2 күлшені шайып, 4 бөлікке бөлеміз. Одан кейін блинный пісіретін табаны қыздырамыз. Ешқандай май жақпаймыз. Құрғақ табаға, қызып тұрған табаға нанымызды осылай қуырып алатын боламыз. Барлығын бір тегіс қылып қуырып аламыз. 8 бөлік шықты. 8 бөлікті барлығын қуырып алып, бір тегіс қылып дайындап аламыз. Міне қуырылған нандар осындай болады. Осыны енді 2 бөлікке бөліп, ысылай кесу керек. Суып кетсе, нан кеуіп кететін болады. Міне ысылай барлығын кесіп дайындап алдым. Міне барлығы дайын болғаннан кейін осылай нанымызды арасын ашатын боламыз. Көргендеріңізде ешқандай ұн сепкен жоқпын. Нанымыз құрғақ. Міне барлығын осылай жайып аламыз. Одан кейін дайын тұрған тамақтың үстіне міне кеп қатырып қойған қызанақтан салып жіберем, дәмі келсін деп. Қызанақты салып, енді үстіне кеспемізді салатын боламыз. Кеспені салып, үстіне араластырмаймыз, тағы да бетіне осылай жайып шығамыз. Бір тегіс қылып барлығын жайып, барлығын салып аламыз қазанымызға. Енді кеспенің барлығын салып алғаннан кейін мен шыжғырылған жылқының майын қостым. Іш майын 3 қасықтай қостым. Осы майдан 3 қасық қостым. Сұйық май қоссаңыздар да болады. Жылқының шыжғырылған майынан осылай 3 қасық қосып, ешқандай араластырған жоқпын. Енді үстіне кішкене ғана тұз себеміз. Тұзын себу, осылай жан-жағын ашып жіберіп, қазанымыз жауып қоямыз. Жарты сағатта дайын болады. Міне тамағымыз дайын. Енді осыны тайлетке салып аламыз.
Міне ешқандай нанымыз жабыспаған. Арасы бәрі ашық. Осыны табағымызға түсіріп, барлығын салып аламыз. Өте дәмді ыстық тағам шықты. Мен бұл тағамды бүгінгі түскі асқа дайындадым. Не осындай өте дәмді ыстық тағам шықты. Және қасына жеңіл салаттан, қияр мен қызанақтан жуа қосып салат жасап қойдым. Ас болсын.